Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен бүгін зәйтүн майынан, сиырдың іш майынан, эфирный масло мята қосамын. Жалбыз лапух, қазақша лапухтың қалай атайды? Лапухтың сығындысынан әдемі сабын жасайын деп отырмын. Пайдалы сабын. Қазір енді кірісіп жатыр. Міне зәйтүн майы. Өте сапалы май. Қазір мені кірсем енді. Мына эфирный масло мята. Жалбыздың эфирный маслосын қосам. Хош иіс беріп тұрады. Әрі пайдасы да бар. Ал кірсек енді. Енді блендерден өткізіп жатырмын. Қоюлана бастады. Қоюлана бастады. Қазір енді осы жапырақ, лапухтың жапырағынан, сығындысынан сабын жасап жатыр. Өте пайдасы жақсы лапухтың. Денеге де жуынсаңыздар, бастарыңызды жусаңыздар да, шаштарыңыз керемет жұмсарып. Ал сиырдың іш майы қосқаным кожны, теріні құрғатпайды. Зәйтүн майын, тіпті зәйтүн майын барлықтарыңыз білесіздер, өте пайдасы жақсы екенін. Мята да жақсы, жалбыз. Ал енді менікі қоюланып қалды. Қазір тағы да бір-екі рет араластырып алам. Сосын өзінің формасына құямын. Бір 24 сағат тұру керек. Содан кейін кесіп көрсетемін сіздерге. Мен қайнатпай жасап жатырмын. Холодный способ деп айтады орысша. Қайнатылмаған. Өйткені бүкіл жаңа өзінің витаминдері өзі құрамында сақталады. 24 сағат қазір өзінің формасында тұрады. Содан кейін кесіп бір айға қойып қоямын. Бір айдан кейін сабын дайын болады. Бір айдан кейін қолдануға болады. Қатты сабын болады кәдімгі. Өйткені құрамында іш май бар. Сұйық майлардан тек зәйтүн майы бар. Басқа ешқандай май қосқан жоқпын. Тек зәйтүн майынан жасадым. Мына эфирный масло жаңа жалбызды қосып жатырмын, мятаны. Қоюланып қалды. Қазір формаға құямын. Өзімнің алдында жасаған сабындарым. Ол кокос майы мен іш майдан жасалған сабындар. Мен қазір формаға құям. Қазақша неге түсірмейсіз деп сұрап жатқан кісілерге мен қазақша түсіріп жатырмын. Өйткені менде көрерменде тек қазақша сөйлейтіндер емес қой, сол орысша да сұрайды, сосын орысша жазған ғой, түсірген ғой. Енді мен шампуневый мыло дейді ғой. Бас жуатын сабын жасағым деп тұр. Крапивадан. Крапиваның қазақшасы қалай аталады? Айтыңыздаршы. Крапива. Осы крапива үшін мен тауға барып жинап келдім деп тұр. Өйткені ол жақтағы ауа тамаша ғой, таза ғой. Көшеден теруге болмайды, өйткені ол көліктер өтеді. Өзіне сорып алады ғой майларды. Сол үшін мен көшеден термеймін. Жаңа өзімнің бақшамда болса аламын. Болмаса тау жақтардан алып келем. Мен сабыным дайын болып қалды. Қазір құямын өзінің формасына.
ешқандай әдемі, қою әдемі болып жатыр. Майдың бәрі құрамы дұрыс болса, осылай сабын әдемі шығады. Кей кезде май дұрыс болмай қалса, тек майдан емес енді, құрамында қосатын заттар көп қой. Соның біреу дұрыс болмаса, сабын шықпай қалады. Сол үшін өзінің технологиясы бар. Оны алып, араластырып, сабын жасай салам деген сөз емес. Оның ұзақ өзінің үйренетін рецепті, құрамы зерттеп барып жасау керек. Мен құйып жатырмын. Қараңыз, ешқандай әдемі қою, әдемі шықты. Көшеде келе жатып, мен қазақшаға аударып келе жатырмын. Аударғанда жаңа өзі специальный запись бар ғой. Соны қосып қойып, мен өзім қазақша сөйлеп жатырмын. Сіздерге түсінікті болсын деп, қазақша түсіріңізші дегенсін. Түсіріп жатырмын. Осылай ыдыстың бәрін тазалап, бәрін құямын. Ыдысты ертесіне жуамын. Өйткені сол күні жууға керегі жоқ. Жуу қиындау болады. Бір күн тұрса, ана сабын өзі қата бастайды, содан кейін өзі көпіршіп, ертесіне әдемі жуылады ыдыста. Сол үшін ертесіне жуамын. Ыдыстардың бәрін. Болды енді. Қазір жан-жағын дұрыстаймын. Жан-жағын бәрін осылай дұрыстап, тазалап, кішкене ұрғылап қоям, өйткені орын-орнына сабын түсу керек. Бірігу керек, бірікпесе сабын кесілгенде жаңа майдалана бастайды, бөліне бастайды. Сол үшін осылай жақсылап ауасын шығарып, әдемілеп құйып, бір тәулікке орап қойып қоямын. Жан-жағымызды тазалап, әдемілеп, бетіне осындай неше түрлі оюлар салуға болады. Мен оны әркім өзі біледі, қандай ою салатын. Ою болсын. Осылай әдемілеп, әзірлеп, әдемілеп, бір тәулікке орап қойып қоямын. Мен болып қалдым мен. Қазір орап тастаймын бір күнге. Ертесіне кесіп көрсетемін сіздерге. Тамашалағандарыңызға рахмет. Сабын үйренем деген кісілер болса жазыңыздар. Үйретемін. Онлайн да бар курс, офлайн да бар. Онлайн деген жаңа осылай видеомен үйренесіздер. Офлайн мен үйіме келіп, көзбе-көз көрсетіп үйретемін. WhatsApp нөміріне жазыңыздар. 8707 594 52 42. Сау болыңыздар.